Сіздермен бірге Дамира бүгін тауықтың етінен шашлык жасайтын боламыз. Әуелі осы етті бөліктерге бөліп алып маринадтайтын боламыз. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Біз окорочкамызды бөліп алдық. Осындай көлемде бөліп алдық. Енді осыны маринадтайтын боламыз. Әуелі пиязымызды пияздың қандай болғаны маңызды емес. Бұл тек маринадтау үшін. Piyazımızı turab aldık. Şimdi ketçup mayonezimizden koyalım. Süremiz. Маринадымыз дайын. Енді 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағаттан соң дайын болады. 2 сағат тұрды. Енді осыны саламыз. Міне шашлыгымыз дайын. Дәл осы маринадпен жасаңыздар, өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын.